Kitaplarımızda muna түстерді таңдап алуға шақырамын, келе қойыңыздар. Және түстерді таңдай отырып, бір-бірімізге бүгінгі күнге сәттілік тілейміз. Барлығымыз келіңіздер. Ал, қожама сәттілік тілейміз. Бәріне сәттілік тілеймін, және де бұл сабақта жақсы өздеріңді көрсеттіңдер. Сәттілік тілеймін. Сигина, бүгінгі көңіл-күйіңіз қандай болды? Керемет. Каусар, бүгінгі көңіл-күйіңіз қандай? Санжар, бүгінгі көңіл-күйіңіз қандай? Мади, көңіл-күйіңіз қандай? Камила, көңіл-күйіңіз қандай? Жақсы болса, онда осы көңілді көңіл-күймен сабағымызды бастайық. Отырыңыздар. Жалпы біздер сіздерге 3 топқа сұрақтарды алып жауап берейік. Алыңыздар бір-бірден. Ал, оқи беріңіз. Жұмыл. Назерге басайыңыз. Тез. Назерге. Айталым. Siz oluyor. Siz. Түрлі мағынасын рек жалғайды. Сұралық демеліктер: маме, папе, бабе, шаше. Сен биоалуантүрлілікті білесің бе? Нақтылық демеліктер: ғой, ды. Мысалы, биоалуантүрлілікті туралы сақтау ғой. Нені сақтау? Балансты. Табиғи балансты. Керемет. Ал. Биологиялық алуантүрлілікті сақтаудың қандай жолы бар? Биологиялық алуантүрлілікті сақтаудың бір жолы ол қызыл кітап болып саналады. Жақсы. Жамал, жарайсыз. Назерге жарайсыз. Биоалуантүрліліктің 3 әртүрлігі қандай? Генетика, экология и тамаша. Тамаша. Ғаламның генетикалық қоры не құрайды? Ғаламның генетикалық қорын өсімдіктер мен жануарлар құрайды. Керемет. Қанки? Қайсың жауап бересіз? Жануарлар биоалуантүрлілікке не жатады? Жануарлар, өсімдіктер, микроағзалар және темірқұлақтар. Керемет. Амина, тағы кім жауап береді? Экологияның мақсаты неде? Экологияның мақсаты біздің жерді қорғап қалу. Керемет. Санжар, жарайсыз. Тағы. Қайсың жауап береміз? Кім қалды бізде? Каусар, қандай сұрақ береді? Қазақстанның кітабына қандай суреттелінген? Бұлан, қар барысы, жарайсыз. Үйге қай тапсырма берді балалар? 11 келіп па? Айнен ата сөйлем оқи қойыңыз. Тезір. Қай 11 келіп тапсырмалар? биоалуантүрлілік табиғаттағы тұрақтылықты сақтайды. Оған аң, құс, өсімдік, самарқұлақтар жатады. Жақсы, жарайсыз. Амина, келесіз бе, Камила? Өле бара жатқан аң, құсты сақтау керек. Жақсы, жарайды. Табиғаттағы ұлы зәңгіз жәндіктер қиянат жасамайтын тіршілік иелері экологияны сақтауға көмектеседі. Керемет, жарайсыз. Енді балалар біздің мына дүние тасқан көрінді сұрағын оқия Біздің өзімізді қоршаған табиғаттың әдемілігі мен саналылығын күн сайын көруге бойымыз үйреніп кеткен. Ол жануарлар мен өсімдіктердің миллиондаған түрін тудырды. Дегенмен осылардың біразына қауіп төніп тұр. Олардың жер бетінен жоғалып кетуі әбден мүмкін. Мұндай үрдіс бұрын да болған.
Soңғы 500 жылда біз өсімдіктер мен жануарлар әлеміндегі 850 түрден айырылды. Ал қызыл кітап сирек кездесетін түрлердің жоғалып кету мәселелеріне назар аударту үшін жасалынған. Ол алғашқы 1948 жылы табиғатты және табиғи ресурстарды қорғау халықаралық одағы құрылған кезде пайда болды. Бүгінде қызыл кітапты осы ұйым шығарады. Неге оны қызыл деп атаған? Бұл түс тоқта, жойма деген мағынаны білдіреді. Қызыл түс қауіп-қатер таңбасы. Бағдаршамның тыйым салу жарығының қызыл болуы тегін емес. Көрдің бе? Тоқта. Шындығында бұл кітапты қызыл емес, түрлі түсті деп атау қажет еді. Оның парақтары қара, қызыл, сары, жасыл, сан алуан түсті. Бұл да әдемілік үшін жасалынбаған. Қара беттерде жойылып кеткен түрлер тізімі белгілі. Мысалы, енді ғаламшарымызда теңіз сиыры жоқ, оны 2,5 ғасыр бұрын жоғалтып алды. Қызыл беттерде жойылу қаупі бар жануарлар мен өсімдіктер тізімі беріледі. Ғалымдардың болжамы бойынша жуық арада ілбіс немесе қарбарысы секілді жануарлар әлемінің бір өкілін жоғалтып алу қаупінде тұрмыз. Биік тауларды мекен ететін осы бір әдемі жануарды тірі табиғатта кездестіру мүмкін емес. Олардың қалған санын ешкім білмейді. Браконьерлерді оның әдемі терісі қызықтырады. Уссури жолбарысы да жойылу қаупі алдында. Олардың бар әлемдегі саны 6 мыңдай ғана. Оны аулауға тыйым салынған. Қытайда уссури жолбарысын өлтірген браконьерге өлім жазасы кесіледі. Қызыл кітаптың сары беттерінде саны тез азайып бара жатқан жануарлар мен өсімдіктер әлемінің өкілдерінің тізімі берілген. Мысалы, ақ аюлар немесе қоқиғаздар. Ақ беттерде қашанда саны аз болып келген жануарлар тізімі берілген. Мысалы, көк кит. Сор беттерінде зерттелмеген, тіршілік ету ортасына қол жеткізілмеген түрлер тізімі. Оған орасан зор жылан, анаконда жатады. Осы бір қауіпті бауырымен жорғалаушы да қызыл кітапқа енгізілген. Қызыл кітапта жасыл беттер де бар. Бұл ғалымдар мен жабайы табиғатты қорғаушылардың мақтанышы мен үлкен жеңісі. Онда жойылып кету қаупінен аман қалған түрлер енгізілген. Мысалы, құндыз. Қызыл кітап дүркін-дүркін қайта басылып отырады. Оған жаңа түрлер енгізіліп, ал бұрын енгізілгендері бір беттен екіншісіне ауысуы мүмкін. Мысалы, сарыдан қызылға ауысатындар саны жылдан төмендеді. Немесе керісінше, қалпына келтіруге мүмкіндік болғандар. Жасылға ауысатындар саны артты. Халықаралық қызыл кітаптың соңғы нұсқасына сүтқоректілердің 305 түрі мен тұқымдасы, 258 құс, 98 бауырымен жорғалаушы, 40 қосмекеті, балықтардың 193 түрі мен тұқымдасы енгізілген. Жануарлар неліктен жойылады? Себеп көп, бірақ оның көбі адам әрекетімен байланысты. Біріншіден, зирек кездесетін аңдар мен құстарды браконьерлер құртады. Екіншіден, тіршілік ету ортасы өзгереді. Ормандар оталып, өзендер мен көлдер құрғатылады, немесе су қоймасы жасалады. Жануарлар мен құстар жаңа орта іздей бастайды. Бірақ бәріне қолайлы орта табылуы неғайбыл. Адамның ауыл шаруашылық іс-әрекеті нәтижесінде де нұқсан келіп жатады. Зиянкестерге қолданылатын әртүрлі тыңайтқыштар мен құралдар жәндіктер мен жануарларға шығарылған өлім үкімі іспеттес. Тағы бір фактор – ластанған қоршаған орта. Өндірістік қалдық сулар су қоймадағы балықтар мен балдырларды жойуда. Қоқыс тастайтын жерлер тіршілік ортасын жарамсыз жерге айналдыруда. Мұнайдың төгілуі секілді ірі апаттар қоршаған ортаға үлкен зардабын тигізуде. Әрбір елдің экология, қоршаған орта және бағалы түрлерді сақтау жөніндегі өзі шығаратын қызыл кітабы болады. Қазақстанның өз қызыл кітабы бар. Оған 40 сүтқоректі, ілбістер, тянь-шань қоңыр аюлары, сабаншылар, қызыл қасқырлар, құстың 57 түрі, мысалы қоқиғаз, бір қазанның 2 түрі, қортық бүркіт, қара құс. 10 бауырымен жорғалаушы, сұр шұбар кесірткелер, сары бауыр қара шұбар шыландар, 3 қосмекенді, жетісулық бақатыз, орта азиялық бақа, данакин құрбақасы және балықтың 18 түрі енгізілген. Өсімдіктер тізіміне 50-ден астам түрі енгізілген. Аққайың, батпақ қазанағы, пісте, таушымылдық, қызғалдақтың сирек кездесетін түрлері. Қазақстанда бүкіл әлемде қызыл кітапқа енгізілген түрлер ерекше қорғауда болады. Сирек кездесетін жануарларды аулауға тыйым салынған. Браконьерлерге қолданылатын жаза қатаң.
Мысалы, қар барысын өлтіру әрекетіне салынатын айыппұл көлемі 3,5 миллион теңгеден асады. Сирек кездесетін түрлерді не үшін сақтау керек? Жоғалып кетсе де жаңа түр пайда болады ғой. Алайда жердегі тіршіліктің өзі, мұның ішінде адам да бар. Онда қандай жануарлар мен өсімдіктердің бар екендігіне тығыз байланысты. Оның бірінен айырылсақ, екіншісі қауіпке душар болады. Әрине, біздің ғаламшарымыз мұндай ғажап болмас еді, егер ондағы тіршілік иелері сан алуандығымен ерекшеленбесе. Тым болмағанда күн сайын қоршаған ортамыздың осындай әсемдігіне бөлену үшін де қай түрді болса да сақтап қалу керек. Жақсы балалар. Балалар, сіздерге көрсетілген бейнетаспадан не көрдік? Қызыл кітапқа ене жануарларды және де олардың жоғалуына, то есть олардың қалай жоғалуына әсер ететін Тағы не көрдік қызыл кітаптан? Көбінесе біз қызыл кітап туралы білдік, оның қандай түрлері бар екенін және қандай жануарлардың қызыл кітапта енгізілгені туралы көп. Қандай түрлері қызыл кітаптың беттері түрлі түсті болатынын білдік, иә? Тағы не білдік? қызыл кітаптың сары бетінде саны тез азайып бара жатқан жануарлар бар. Мысалы, ағайын мен қоқиқаздар. Керемет, жақсы. Неліктен жануарлар мен өсімдікті қорғауға алынды? Себебі жануарлар мен өсімдіктер азайып бара жатқан соң оларды қорғауға алды. Қандай жануарлар қорғауға алынды? Бұлан, қызыл қасқыр, барыс, бұл тағы. Жарайсыз, Санжар, бейне материалды өте жақсы мұқият көріпсіз. Жарайсыз. Келесі сұрақ. Қай жылы қызыл кітап шығарылды? Неліктен қызыл кітап деп аталды? Қызыл кітап 1948 жылы шығарылды. Неліктен қызыл кітап деп аталды? Себебі қызыл түс тоқта жойма деген мағынаны білдіреді. Сондықтан қызыл кітап деп аталды. Жарайсыз. Осы топты сіздер психологиялық ахуал жүргізе отырып топқа бөлініңіздер, иә? Сіздер қызыл түсті, сіздер жасыл түсті таңдаңыздар. Осы топты не себептен түске бөліндік деп ойлайсыздар? Негізінде қызыл кітаптың беттерінде сан алуан түрлі түстер бар. Мысалы, қара, ақ, сұр, жасыл, сары, қызыл. Жарайсыздар. Сол себепті біз түстерге бөліндік деп ойлайсыздар, иә? Жарайсыз, Амина. Жасыл жойып кету қаупінен алынған қалған жануарлар құндыз және тағы басқалары. Ал қызыл түс нені білдіреді екен? Жойылып бара жатқан жануарлар. Керемет. Бірінші топ, жасыл топ, жойылудан қорғалған жануарлар. Екінші топ, қызыл топ, жойылып бара жатқан жануарлар. Керемет. Бұл бейнетаспаның сабақтың тақырыбына қандай байланысы бар деп ойлайсыздар? қызыл кітапқа енген жануарлар жайлы. Керемет балдар. Амина, керемет. Бүгінгі тақырыбымыз мінекей өздеріңіз қалып айтқандай қызыл кітапқа енген жануарлар. Дәптерлеріңізді ашып, бүгінгі күнді жазып, кітаптарыңызды 55 бетті ашып, тақырыпты жаза қойыңыздар. Біз алдыңғы тақырыпта биоалуан түрлілік туралы өттік. Жаңа оны фри әдісі бойынша қорытындылап кетті. Сол жерде бізде айтылмаған бір сұрақ болды. Қоқиқаз бен тырнаның айырмашылығы неде? Қоқиқаз оның түрі, цветі, түсі розовый, ал тырнаның түсі ақ, ал қоқиқаз ол сулы аймақтарда. Ал қоқиқаз ол сулы аймақтарда өмір сүреді, ал тырна
жайлы шөптерде өмір сүреді. Керемет. Кәдімгі осы үшін өзімізді сабақты сергек бастау үшін 3 шапал алайықшы. Біз өзімізді жақсы көреміз. Және өзіміздің мектебімізді қазақ тілі сабағын жақсы көре отырып, бүгінгі сабақтың мақсатымен таныстырып өтейін. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты тақырып бойынша бірнеше мәтінде көтерілген мәселелер салыстау отырып баға беру, пікірталасқа қатысушылар берілген тақырып бойынша пікірлерін сенімді дәлелдеу және қойылған сұрақтарға еркін жауап беру. Бүгінгі сабақтың бағалау критерийі: сіздер тақырып бойынша бірнеше мәтінде көтерілген мәселелерді салыстыра отырып баға бересіздер, дескриптор, сұрақтарға жауап бересіздер, сұрақтар бойынша түсінікті қалыптастырасыздар, мәтіндердегі мәселелерді салыстырасыздар, көтерілген мәселеге баға бересіздер, өз ойларыңызды білдіресіздер, тақырыпқа сай ой толғау жазасыздар. Міне осы бағалау критерий бойынша бүгінгі сабаққа 10-дық баллдық жүйемен бағаланасыздар. Түсінікті ме? Жарайды. Жақсы, 2 топтан 2 оқушы келсін. Тез келіңіз. Амина, Санжар. Бізде қазір сөздікпен жұмыс. Жасыл топтікі, қызыл топтікі. Млекопитающий тигр. Аудармасын табамыз. Астын ағын аштыңыз. Алын. Оқыңыз. Тигрдің аудармасы жолбарыс. Керемет, жақсы. Келесі оқушы. Келіңіз. Земноводный. Ал оқыңыз. Земноводный деген ол қос мекенді. Керемет, жақсы. Олардың аудармасы құндыз. Келесіне, Назерке оқи қойыңыз. Борсуктың қазақшасы борсук деп аталады. Орысшасы? Борсук. Барсука? Рейстің қазақшасы сілеусін. Орысшасы? Рейс. Жақсы. Мына топқа жарайсыздар. Мына топқа жарайсыздар. Жапсырмай? Жақсы. Яғни сөздердің аудармасын білді. Қақа жоқ кетті. Ади, қақа жоқ кетті. Бізде Қазақстанда ерекше қорғалатын аумақтар картасы. Бұл картада біздің қызыл кітапқа енген жануарлардың қорғалатын ұлттық парктері, қорықтары белгіленген. Бұл бойынша қосымша танысып алуларыңызға болады. Енді кітаптарыңызда 4-ші тапсырмаға қараңыздар. 4-ші тапсырмаға 3 жөнен көрнек кітаптарыңызды ашыңыздар. Тез 3 жөнен. Sevgina, үшеуіңіз арнашке бөліңіздер, тұрыңыздар. Қазір мына жаққа жүріңіз. Сен, Амина, Камила, сіз үшеуіңіз мына сол мәтінді оқып, мына топ бірінші мәтінді оқып талқылаңыздар. Сіздер екінші мәтінді оқып талқылаңыздар. Үшеуіңіз бірге. Бірінші мәтін. Қазақстанның қызыл кітабына. Екінші мәтін бұлан, сіздікі. Үшінші мәтін
Қуан, төртінші мәтін елік. Сол төртінші тапсырма бойынша. Бір-біріңізге түсіндіріңіздер, бір-біріңізге қарап тұрыңыздар. Бір-біріңізге қарап түсіндіріңіздер, қазір айтып бересіздер. Кензер, мына жерге тұрасың. Так, бірінші бардың кімде? Сіздерге 5 минут уақыт, 2 минут уақыт беріледі. Талқылаймыз. Мәтінде не туралы айтылған? 2 минут. Жақсы, сіздерге берген уақыт бітті, кірге шақырамыз. Бірінші мәтінді түсіндіріп өтіңіздер. Қазақстанның қызыл кітабына сүтқоректілер мен қосмекерліктердің бірнеше түрі енген. Оларға сеусін, құлан, жылан, қарбарысы және таңғысы. Жақсы, екінші мәтін. Бізде бұлар туралы айтылған бұланның ең ірі түрі, және де бұлар басқа жануарларға қарағанда тек қана өздері жүреді. Оның биіктігі 2 метрге дейін жетеді, ал салмағы 600 килограммдай. Қазақстанның ертіс пен жайық маңында кездеседі. Ол қыста қара қоңыр болады, ал жазда болса ол қоңырай бастайды. Қоңырқай болады. Жақсы, үшінші мәтін кімде? Құлан жапан жылқы, сыртынан жырақау, есептелген жылқыға да ұқсайды. Оның басы үлкен және де құлағы ұзын болады, құйрығы қысқа және де жалы тік болатын болады. Жылқы секілді жүрісі тез, сымбатты, сирақтары ұзын. Керемет. Төртінші топ. Егде аяқтары жіңішке тағы ұзын болады. Қысқа оның түсі қоңырқай сұр болады. Тақтарының теңбіл тақтары болады. Керемет балалар. Отырыңыздар. Сол үшін жасылдар тобына. Қызылдар тобына жарайсыздар. Екі мәтіннен қорғадыңыздар ғой? Тамаша. Қызылдар тобы. Тамаша. Енді осы жалпы мәтінде берілген тақырып түсінікті болған балалар. Енді осы бойынша жасылдар тобы бірінші, екінші мәтінді мазмұнда берілген мәселелерде не көтерілген салыстыра отырып баға береміз. Мынаған жасасыздар. Қызыл топ мәтінде көтерілген мәселелерді салыстыра отырып, үшінші, төртінші мәтінге баға бересіздер. Сіздерге орындау уақыты 10 минут беріледі. Қан орындаймыз. Да, и оценивайте, баға бересіздер. Ортақ шешім, мәтін бағалай отырып бересіздер. Баға бересіздер.
Maddi көтерілген мәселелерді үстіне çalışмасын. Бәріміз осы орта бойымызды айтамыз. Ешкім шет қалып кетпесін. Бәріміз орта бойымызды. Yani 3 minutlarımız öttü, 7 minut kaldı. Так, 10 minutlarımız kaldı.
Қазақстанның жайық пен ертіс маңында тау жақта мекендейді ғой, иә? 2 минут қалды, болған топ бірге шапалақ ұрамыз. Бірге шапалақ. Қорғауға 2 қошыңыздар. Бір шапалақ ұсақ. Кездер 2 қошыңыз. Так, келесі топ бірге. Жарайды. Енді топтар бір-бірімізді мұқият тыңдаймыз, шансыз баға береміз. Алға шамаланы. Рышыматын. Сүтқоректілер және қосмекенділер. Сүтқоректілерге құлан, бұлан, елік, сілеусін жұғылар жатады. Елік қыста түсі қоңырқай, сұр, ал жазда жирен түсті болады. Олардың ұқсастығы. Екеуі де қызыл кітапқа енген, олардың бәрі сүтқоректілер. Олар 2 түрден туылады. Екінші мәтінде бұлан туралы айтылған. Бұлан бойы 2 метрге дейін жетеді, салмағы 600 килодай. Ол жазда, қыста ол қара қоңыр болады, ал жазда ол қоңырай бастайды. Бұлан Қазақстанның ертіс маңында жиі кездеседі. Олардың бәрі сүтқоректерге жатады. Сүтқоректерге жатады. Ұқсастықтары, иә? Жарайсыздар, отыра алыңыздар. Келесі топ. Келесі топ. Сіздерге 3-4 мәтін берілді. Құлан туралы. Құлан жабайы жылқы, оның денесі ірі жануар, оның денесі ірі жануар, оның басы үлкен, құлағы ұзын, құйрығы қысқа. Жылқы секілді жүрісі тез, сымбатты, сирақтары ұзын. 4-ші мәтінде елік туралы айтылған. Бейнесі жеміс жидектермен қоректенеді, таулы аймақтарда мекен етеді. Қыста және жазда түсі өзгереді. Екеуі де қызыл кітапқа енген, екеуі де сүтқоректілер болып саналады. Екеуі де таулы аймақтарда мекендейді. Керемет, жақсы отыра алыңыздар. Енді алдыңызда сіздерге сан берілген, сол сан бойынша бірінші топта, қызыл топ, жасыл топты бағаламыздар, сіздерде 3, 4, 5 саны берілген. Жасыл топты бағалаймыз. 4-та, ал қызыл топты бағалаймыз. 3, жақсы жарайды. Сіздер енді қазір. Енді мынау бойынша бағалайықшы. 3 ұпаймен бағалаймыз. Безендіруіне, яғни көркем жазуына 1 ұпайдан бағалаймыз. Мына топқа, көркем жазуына. Жоқ, 1 ұпай бересіздер ма? Мына топқа, көркем жазуына. Ой жеткізе білуге. Мына топқа, ойын жеткізе білуге. Жақсы. Міне, бұл критериалды бағалау. Яғни балалар, өздеріңіз біз критерий арқылы бағаласақ, әділ бола ма екен? Ал алдында бізде 3-4 деген дәстүр бағамен бағалаған кезде бізде әділ болмай қалды, иә? Сондықтан бір уақытта критериалды бағамен бағалаймыз. Жақсы жарайсыздар. Жасыл топ. Жарайсыздар. Қызыл топ. Жарайсыздар. Келесі тапсырма. Осы берілген мәтінді пысықтап кетейік. Әр топтан бір оқшынан шығыңыздар. Мен
Türктің туысы. Дұрыс. Мына топқа. Біріңбай. Жақсы, келесі екі адам шыққан. 1 секундта болдыңыздар. 1 секунд кетті. Итаю. Жыртқыш споридан. Керемет. Екі топқа да керемет. 1 секунд. Келесі. Қызыл қасқыр. 40 жылдан бері келе жатқан жыртқыш ай. Жақсы. 1 секунд. Келесі екі адам. Қар барысы мығысып құзасына жататын екі адам. Қайсы? Жақсы, артыққа бүріпай. Келесі екі адам шылды. Ілбіс Алатауда мекендейді. Ілбіс. Маде астында. Келесі екі адам. Келесі шығамыз. Жылдан ұста. Келесі шығамыз. Бол егі сол. Елік. План. Арқан. Қызыл кітапқа енген жануар арқан. Ай, керемет. Жамалдың тобына. Келесі екі адам. Жылдам. Бұлан. Екі адам. Қарақұйрық. Ойлансаңыз, қайсының құйрығы байланыпты? Бол сол. Кет тағы екі адам. Bir секундта кел артқа. Ал біз басымызға құндыз бөріккенде құндыз. Мына топқа бұрықпай. Отырыңыздар. Керемет. Сабақты 5 минут кешіп бастағанбыз, сондықтан аяқтап жіберейік. Енді сіздерге тапсырма табиғатқа зиян келтірмейік деген ой толғау жазу. Тез, 1 минутта жасайық. Табиғатқа зиян келтірмейік. Табиғат туралы жазамыз, Табиғатты қорғау туралы. Табиғатқа зиян келтірмейік. Ал кім дайын болды көрсінші? Кім дайын? Табиғат туралы. Айта оламыз. Табиғат дегеніміз барлық тіршілік атаулының құтты қоныс мекені, бар байлықтың ырыс қазынасы. Ал адам үшін табиғат ең қасиетті де қастерлі ұғым. Табиғатты қорғау аялау әр адамның міндеті. Үлкен кіші әрдайым оны таза ұстап, құрметтеу қажет. Оның бізге қаншалықты қажет екенін баршамызға мәлім. Жақсы, ең тез жұмысын орындап жүрейік. Бірінші тапсырма. Табиғатты қорғау туралы мақалаларды табыңыз. Қай вариант? Дұрыс, туған жерде жер болмас. С вариант. Екінші тапсырма. Қызыл кітаптың түсінің қызыл екендігінің себебі немен байланысты? Қызыл ерекше
Birinci davul dürüst. Üçüncü tafsırma. Kelesi tafsırma. Kızıl kitapta yenilgen canavarlar atamiz. Kızıl kitapta yenilgen canavarlar. Gelip bularni quladi. Dürüst. Aslı altış tafsırma. Kızıl kitapta yenilgen canavarlar atamiz. Bari ko'rsa qizg'indir. Keremet, jaraysizlar. Жалпы бүгінгі сабағымыздың қорытындылары өте жарайсыздар. Енді бүгінгі сабаққа бағалау сабақтың мақсатына жеттік пе? Көрейікші сабақтың мақсатына жеттік пе? Бірнеше мәтінге көтерген мәселе бойынша баға бере алдық па? Иә. Санды көтеріңіздер. Жақсы болса 5 ұпай. Жақсы. Берілген тақырып бойынша пікірлерімізді сенімді дәлелдеп сұрақтарға жауап бере алдық па? 5 ұпай. Яғни жалпы сіздер бүгінгі сабақтың өздеріңіз бағаладыңыздар. Бүгінгі сабақта мақсатыңызға жеттік. Бүгінгі сабаққа 10 ұпай қойдыңыздар. Яғни бәріңізге 10 ұпай. Енді сіздерде алдарыңызда берілген TikTok жүрекше, SMS, ұшақ бойынша өз ойларыңызды жазып жүріңіздер, бір сөйлеңіз. Altmış tafsırmadan. Tez. Ya, шығып отырып жарыстырасыздар. Шығып оқып айтып жапсырыңыз. Оқыңыз, бізге қарап оқыңыз. Мен бүгінгі сабаққа лайк басардың себебі сабақ өте қызық болып өтті. Жақсы. Жүрекше, иә? Жақсы. Жойылып бара жатқан жануарларды сақтап қалу үшін қолдаудан басқа жолы жоқ па? Қалай айтыңызшы? Жойылып бара жатқан жануарларды сақтап қалу үшін қолдаудан басқа жолы жоқ па? Жақсы. Келесі сабақта бұның жауабын іздейміз, иә? Кітаптың ішіндегі жануарларды жойылмай деп жатқанын білдім. Жақсы. Қалай жанын көрсетесің? Келесі. Мына жерде. Жақсы. Дауыстарды шығарып айтамыз. Sizde uşakta ne yapıyorsan video var. Bularının 7. üye bulamı. Keremet. Yani kelesi hafta bularının 7. üye bulama diye sıradan yayın okuyoruz ya. Onun bölüm sayıları. Еліктің аяғы осынай жіңішке екенін білмедім. Өте керемет. Қызыл қасқыр туралы 40 жылдан бері анық деректер жоқ. Қазақстанда хайуанаттар бағында қолдан өсірген қарастыру керек. Өте жақсы. Ұшаққа жазылған ойлар қандай керемет, е? Қағада бар ма жазылған? Жақсы. Жалпы. Апа, ер асылған. Мен құлан есекке ұқсайтынын білмедім. Жақсы, керемет. Ең бүгінгі сабағымызды бір серпілту сәтімен көрсетіп жүрейік. Ерасыл кел. Қарттан мейман көрсетеді. Қазір Ерасыл кел. Ерасыл кел. Иә, келе ғой, Ерасыл. Кел, көш. Ерасыл жерден көрсетіп бер, Ерасыл. Ерасыл қазір бір жақлап көрсетіп, соң қайшалар екенін табуымыз керек. Значит, орта. Дұрыс па, балалар? Ал, Санжар.
мақсатымызға жеткен үшін 3 шапалақ екен.